Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Нұрлайым. Бүгін менің каналымда жаңа рецепт. Тәттінің булочки. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, қамыры үлпілдек болып пісетін булочкидің рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге жылы сүт, ерітілген сары май, дәміне қарай қант, тұз, ашытқы, електен өткізілген ұн және де қайнаған су қажет. Таза құрғақ ыдысымызға жылы сүтті, оның үстіне тұз бенен қантты салып араластырып аламыз. Қант пен тұзды әбден ерітіп алғаннан кейін бір жұмыртқа қосамыз. Сүт қатты ыстық болмау керек, жұмыртқа пісіп қалмас үшін. Жұмыртқаны араластырып аламыз, одан кейін ерітілген сары майды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін оның үстіне қайнаған ыстық суымызды құйып, жылы болғаннан кейін үстіне ашытқымызды саламыз. Ашытқыны ерітіп алып, електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнды бірден салмай, жай-жайдан қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырды илеп алғаннан кейін, оның үстіне май жағып қоямыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Енді осы қамырды бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерде примерно 20-30 минутқа қалдырамыз. Қамырымызды ашығаннан кейін оны бір қайырып, қайтадан жылы жерге 15 минутқа қалдырамыз. Екі қайырып болғаннан кейін қамырымызды алып, жұмыс жасай беруге болады. Яғни бөлік-бөліктерге бөліп аламыз. Мен қамырды міндетті түрде бөлікке бөліп аламын. Барлық булочкидің размері бірдей болуы үшін. Примерно 60-62 граммнан бөліп аламын. Видеода көріп тұрғандай дәл осылай бөліп өздеріңізге дайындап аласыздар. Осылайша барлық қамырды бөліп аламыз ұсақ бөліктерге. Енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша неше түрлі формада сәндеуге болады. Булочкиді міндетті түрде начинкамен жасаған ұнайды. Бұл жерде бізде варенка, яғни булочкидің ішіне варенка салдым. Осылайынан кесіп, оны орап, ай сияқты домалатып қоясыз. Осылайша өз қалауыңызша булочкиді түйе бересіз. Мінекей мен барлық булочкиді түйіп қойдым. Екі түрлі формада. Менде біреуі варенкамен, біреуі пустышка. Енді противеньге салғаннан кейін бетіне жұмыртқа жағып, салафан кигізіп 15 минутқа қалдырамын. Қамыр толықтай демалғаннан кейін қызып тұрған пеште 15-20 минутта пісіріп аламын. Мінекей біздің булочки дайын, өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады.